Reddit қолданушылары қандай көңілді фактілерді білесіздер? Видеоны бастамастан бұрын біздің YouTube арнамызға подписаться етуді ұмытпа, және де достарыңа таратып лайк бас. Осылайша біз қазақша контентті тезірек дамыта аламыз. Сізді шын жақсы көретін адам сізді құшақтаған кезде 5 секундтан ұзақ құшақтайды. Германияда жолдың жиегінде бақалар өте алмайтындай кішкентай бөгеттер бар. Оларды бақаларды көліктер басып кетпесін деп жасаған. Кешке қарай көлік азайғанда оларды жолдың екінші жағына өткізіп жібереді. Киттер өздерінің ата-аналарына күтім жасайды, және киттердің балаларын үлкен киттер бағуға көмектеседі. Адамдардағы ата-әже секілді немерем деп қарайды. Микки Маусты дыбыстаған жігіт Мини Маусты дыбыстаған әйелге үйленген. Фолкленд аралдарында Аргентина мен Ұлыбритания арасындағы қақтығыс нәтижесінде қатты миналанған арал бар. Адамдар оны өте қауіпті болғандықтан тастап кетті. Бірақ ол жергілікті пингвиндер үшін қауіпсіз орынға айналды. Өйткені олардың салмағы жеңіл, сол үшін мина жарылмайды. Аха, ертең пингвиндер семіреді, сосын арал фаршқа айналады. Кейде аралар бал теріп жүргенде гүлдердің үстіне ұйықтап қалады. Бірде жұмыс істеуімде жатырған араны көрдім. Мен ол өліп қалған деп ойладым. Бір сағаттан соң жұмысқа шығып бара жатырғанда ол қозғала бастады. Оянып менің сөмкеме жабысып алды. Солай мен оны далаға шығарып жібердім. Міне фотолары. Марсоход, яғни Марс планетасын зерттеуге жіберілген робот өзінің туған күніне Happy Birthday әнін айтады. Мен үшін бұл өте көңілсіз комментарий. Мейлі ол темір болса да, оның жаны жоқ болса да, ол үшін жаным ашып тұр. Жерден алыста көптеген шақырым жерде жалғыз өзі туған күнімен өзін құттықтап тұр. Жапонияда бір шағын аудандағы теміржол бекетін жаппақшы болған. Бірақ сол теміржол бекетімен бір ғана студент қолданады екен. Сол үшін олар студенттің оқуы біткенше жабылмай жұмыс істеген. Осы жаңалықты естіген кезде еріксіз жымиып күні бойы күшті болып жүргенмін. Дельфиндер бір-біріне ат қояды және бір-бірін аттарымен шақырады. Тотығыстар да солай ат қояды. Олар туылған кезде ат береді. Және кейбір тотығыстар өсе келе аттарын өзгертеді. Адамдар өздерінің лақап аттарын қойған секілді. Нидерланды Канадаға екінші дүниежүзілік соғыс кезінде көмек үшін алғыс ретінде жыл сайын 20 000 қызғалдақ жібереді. Норвегияда жыл сайын Ұлыбританияға жаңа жылдық шыршалар жібереді. Станислав Петров 80-ші жылдары кеңес әскери әуе күштерінің полковнигі болған. Және ол абайсызда басылған болар деп снарядты атпай әлемді ядролық соғыстан құтқарды. Ол өзінің әрекеті үшін сыйақы ретінде тек шаңсорғыш қана сұраған. Өйткені ол ешқашан оны қолданып көрмеген. Volvo компаниясы 3 деңгейлі қауіпсіздік белдемшесін ойлап тапты. Бірақ олар осы ойлап табылған технологияның сұлбаларын патенттемей бәріне тегін таратқан болатын. Өйткені олардың ойынша патент және атақтан адамдардың қауіпсіздігі маңызды. Оны қалаған адам жүктеп алып өзі жасай алады. Иттер адамның күлкісін танып үйренген. Мысықтар жалғыз өздері жүрсе немесе жабайы табиғатта болса мияуламайды. Олар тек адамдарға ғана мияулайды. Жүздеген зейнеттегі Жапон инженерлері жас адамдар радиацияға ұшырамасы үшін Фукусима атом электростанциясында ядролық жарылыстың орнын реттеу үшін өз еріктерімен келді. Олардың ойынша біз қартайдық, ал жастар әлі өмір сүру керек, сол үшін радиацияны өзімізге қабылдайық деп шешіпті. Пандалар жойылып кету қаупі бар жануарлардың қатарынан шығарылды, яғни олар жойылып кетеді деп алаңдамауға болады. Хейтбек деп аталатын американдық метал-рок тобы бар. Сол топтың вокалисті африкалық сұры папугай. Джеймс Барри Питер Пеннің барлық авторлық құқықтарын 1929 жылы ұлы Ордмонд-стрит ауруханасына тапсырған. Ондағы мақсаты Питер Пеннің кітабы, қойылымы сатылған ақшаның барлығы сол ауруханаға түседі. Және сондағы балалар емделе алады. Ресейдің жер аумағы Плутон планетасынан үлкен. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде неміс және британдық әскерлер Рождество қарсаңында соғысты уақытша тоқтатып, окоптардан қару-жарақсыз шығып, бірге мереке ұйымдастырған. Олар Рождествоға бір-біріне сыйлықтар, темекі және шоколадтар сыйлаған. Сонымен қатар екі тарап қатысқан көптеген мерекелер болды. Соның ішінде футбол және де басқа ойындар, сыйлықтары беру және бұл екі жақта траншеяларда жиналған солдаттардың өліктерін жерлеуге мүмкіндік берді. Бір неміс өзінің ескі британдық Шаштаразымен кездесті. Ал Шаштараз оның шашын бұрынғы тыныш замандағыдай әдемі етіп алып берген. Осындай күшті мерекеден кейін қалай соғысты жалғастыруға болады түсінбеймін. Дәл осы себепті жоғары шенеуніктер мұндай бітім идеясын жек көрді. Сіз жау солдатының сіз сияқты лаш және қатал жағдайда өмір сүрген адамдар ретінде көре бастағанда, күн сайын сіз секілді соғыс аяқталса үйіме қайтсам екен деп жүргенін көргенде, жау солдатының атуға қимай қаласыз. Олар сіздің көзіңізге зұлым болып көрінбейді, керісінше биліктегілер зұлым бола бастайды. Hewlett-Packard, яғни HP компаниясының негізін қалаушысы Hewlett және Packard кімнің есімі бірінші тұратынын монета лақтырып анықтаған. Фукусима электр станциясы жарылғаннан кейін радиацияның кесірінен жергілікті жабайы табиғат қатты зардап шеккен болатын. Сол аймақтағы халықтар көшіп кеткен. Тек бір адам ғана кейін оралып радиацияға қарамастан табиғатты қалпына келтіруге кіріскен болатын. Оған ғалымдар сіз 40-30 жылдан соң қатты ауырып өлесіз, бұл қауіпті деп түсіндірмекші болған.
Ол кісі болса, ол кезде мен уже өліп қаламын, онсыз да аз өмірім қалды, сол үшін маған бәрібір табиғатқа көмектесем деп жауап қайтарыпты. Пілдер адамдар өте сүйкімді деп санайды, және көбісі бізді еркелеткілері келгендіктен тұмсықтарымен бізді сипағысы келеді. Егер олар ұйықтап жатқан адамды көрсе, олар адам қайтыс болды деп ойлап қайғырады және адамды жапырақпен жауып қояды. Бүгінгі Reddit-тен оқыған ең керемет комментарий болды ғой мынау. Біз қазір ең қауіпсіз, соғыссыз, тонаусыз, жақсы дамыған тыныш заманда өмір сүріп жатырмыз. Я, проблемалар бар, я, қауіпті заттар бар, бірақ дамыған елдерде, дамушы елдерде қазір шынында тыныш өмір сүріп жатыр. Әрбір соңғы статистика мұны растайды. Қазір өмір сүрудің ең жақсы уақыты. Сол үшін бос отырмай пайдалы заттармен айналысып қалыңдар. Гитлер темекі шегушілермен және жануарларды қорлаушылармен қатал түрде күрескен. Мен оны жақтамаймын, мен жай ғана тарихта болған фактыны айтып жатырмын. Американың байырғы үнді Чокто тайпасы Ирландияда болған ашаршылыққа көмек ретінде $170 ақшалай көмек жіберген болатын. Қазіргі ақшамен 71 мың теңге. Кениядағы Масай тайпасы 11 қыркүйектегі теракт құрбандарына көмек ретінде ақшқа 14 сиыр жіберген. Ал сен басқа да қандай көңілді фактілерді білесің, комментарийға жазып отыр және осы видеоға лайк басып тіркелуді ұмытпа.